119 серияның соңғы бөлімі. Малхун бала Айша бегім әйел жасақтары мен балаларды құтқарып, оларды қоныстарына қайтарады. Олар біздің балаларымыздан жасақ құрып өздерімізге қарсы қоймақшы. Біз олардың бұлай жасауларына жол бермейміз дейді. Басқа да қоныс балаларына көмектесуіміз керек, ал ол үшін біздің санымыз аз. Сондықтан да бізге көмектесетіндерге хабар берейік дейді. Бөлініп кеткен Ақтемірдің батырлары алтындарды таратып болдық, енді қалған алтындарды бірге таратайық деп бәрі жолға жүріп кетеді. Әлі ту сыртынан аңдып отырған Байындырбек осы адамдардың ішінен өз адамын күтіп отқан болатын. Реті келгенде бұларға шабуыл жасап, алтындарды тартып алмақ оймен аңдып отырады. Ақтемір батырлармен жасаған игі қуанып, ары қарай жол тартып кетеді. Осылардың арасынан Байындырдың бір тыңшысы суырылып қалып, Байындырға жолығып, Османның қайда екенін және Найманға қарсы жасаған ойынының бәрін айтып береді. Байындар алтынға шабуыл жасауды кейінге қалдырып, тыңшысына өз үлесін беріп, ары қарай Найманға бар шындықты айтуға қарай асығады. Хүсейн, Байындырбек, алтыншы деген кезде біз алтыннан да қымбат құнды ақпаратты біліп алдық. Енді соны Найманға жеткізуіміз керек ертерек дейді. Найман мен Осман Найманның шатырында әлі де біраз мәселелерді шешіп отырған болатын. Сенде қолбасшы нөкерім бар екеніне, сенімен біраз мәселелерді шешкеніме бүгін мен өзім қуанып отырмын. Менде мына сенімді бір адамнан қалған бір қылыш бар еді. Бұл бір Түркмен бегінің қылышы еді, Шыңғыс ханға адал қызмет еткен. Енді сен де маған адал қызмет етесің, деп Найман Османға қылыш береді. Саған бұл қылышпен бірге армияның билігін беремін, дейді Найман. Ал Осман билік пен қылышты сенім артып бергін келеді екен. Бір нәрсені білгім келеді. Кім саған дос, кім жау? Газан ханның алдағы жоспарларынан қорықпайсың ба? Дейді Осман. Найман, мен жалғыз болған күнде де ол менен қорықпас еді. Бірақ мен жалғыз емеспін. Талай деген ағам бар. Мамлюк елінде жаугершілік жасап жүр. Екеуміздің мақсат мүдеміз бір. Ол бізді қолдайтындардан жасақ жинап жүр. Түркмен билеріне қарсы тұра аламыз, дейді Найман. Осман болса, сен осындасың, ал ол жақта. Яғни Газан ханның басы бәлеге қалғалы тұр екен ғой, дейді Осман. Әрине Газан ханның ғана басы емес, бізге егер кімде кім қарсы тұрса, солардың бастары бәлеге қалмақшы, дейді Найман. Ал сенің жолыңда тағы бір мәселе туындап тұр, саған соны ескертіп қояйын дедім, дейді Осман. Не еді ол тағы? Сенің бүгінгі айтқандарыңның бәрі тура келді, дейді Найман. Сен мемлекет құрмақшысың, ал ол үшін армия керек, ал сол армияны шетінен құртып жатыр. Сенің билігіңде армияң да өшеді. Егер сенде мөр болмаса, кім сені жақтайды, дейді Осман. Сен мен ойлағаннан да ақылды екенсің. Менде тек билік үшін ғана мөр емес, бүкіл әлемге әмірі жүретін мөр бар. Ол Шыңғыс ханның мөрі. Ол мөр менің қолмен ғана басқан кезде жүзеге асады. Ал менің ағам сол мөрге бағынады. Және бүкіл моңғол қолбасшылары маған бағынады. Ал ол мөр жеткіліксіз. Сен сияқты адал да батыр қолбасшы болса, менің жолыма ешкім тұра алмас еді. Бүкіл әлем менің алдымда тізе бүгетін еді. Мен ұлы болам, сені де ұлы етем, дейді. Осыдан кейін Османға дайындалған шатырға Осман шығып кетеді. Сөгіт, Уәлиде Сұлтан Бенги-бегімге көңіл айтады. Әрдайым қолдайтынын айтып, не көмек керек болса да кел. Сенің қайғың орны толмас қайғы, дейді. Рахмет, ештеңеге мұқтаж емеспін, дейді Бенги-бегім. Неге? Біз бұрыннан да бір-бірімізге мұқтажбыз ғой, дейді Уәлиде Сұлтан. Менің бегім енді жоқ. Найманнан кегімізді аламыз деп жүріп, жақындарымнан айырылдым. Найман өлмей, кегім қайтпайды. Өктембектің орны бос тұр, орнын кім басады, дейді Уәлиде Сұлтан. Менің күйеу балам Ақтемір Өктембектің орнын басады, дейді Бенги-бегім. Осы кезде үңгірде әйел жасағы батырлары мен балаларды құтқару мақсатында жоспарлар құрып отырған болатын. Басқа да қоныстан 50-ден аса балаларды Найманның нөкерлері тартып алып кетті, дейді. Осы кезде Осман Найман штабындағы өз шатырында отырып, Найманнан естіген барлық әңгімелерді ойланып отырған еді. Найман, сенің бүкіл жоспарыңды күл-талқан етем, дейді. Ал таңертең шатырынан шыққан кезде Османның батырлары аңдыған екі нөкер Османды көріп қалады.
Екеуі Османға кектеніп тұрып, неге Осман бұл жерде жүр екенін білгісі келіп, Османның артына еріп, Османның шатырына кіреді. Осы кезде Найманның штабына Байындыр келіп, Найманға Османның істеп жүргенінің бәрі ойын екенін айтуға асығып келе жатыр еді. Алдынан Найман шығып, алтынымды алып келдің бе? Алтындарым қайда? дейді Найман. Саған алтыннан да құнды хабар әкелдім. Османбек сені алдап жүр. Сенен барлық ақпаратты білу үшін ғана жүр екен. Сені өлтірмекші дейді. Осы кезде Осман екі нөкерді Найман берген қылышпен өлтіріп, шатырдың арт жағын қылышымен кесіп қашып шығады. Найман нөкерлеріне Османды ұстауға бұйрық беріп, бүкіл нөкерлерін Османды іздетуге жібереді. Найман Османға алданғанын біледі. Осман деп айқайлап артынан нөкерлерін жібереді. Ал бұл кезде Осман атына мініп ұзаққа кетіп қалған болатын. Сөгітте Уалиде сұлтан Савелиге, Найман Алайедин сұлтанға, тағы да басқа бектерге тағы да зиянын келтіретін болса, басыңмен жауап бересің. Коньяда Найманның тыңшы оң қолы кім? Біз оны табуымыз керек дейді Уалиде сұлтан. Іздестіріп жатырмыз, Уалиде сұлтан деп арам пиғылығымен қарап тұрады Савелия. Орманда Осман батырлармен жолығады. Найманның бар ойын білдім. Олар өздерінің қазанхандарына қарсы ұйым құрып жүр екен. Мөр Найманның ағасы Талайдың қолында. Сол мөр арқылы жасақ құрып, бүкіл мәмлүк бектерін өзіне қаратып алмақшы. Найман да бұл жерде дәл сол іс-әрекетті жасап жүр. Бұл жерлерге келгелі олар әлі де шабуыл жасаған жоқ. Мені қаратып, басқа да бектерді өзіне қаратып алмақшы. Сол қолмен Қазанханға қарсы тұрып, ұлы мемлекет құрмақшы. Осы кезде Найманның нөкерлері басқа да қоныстардан 50-дей балдарды ұрлап алып кетіп бара жатқан болатын. Оларға байқатпай әйел жасақтары алдынан Ақтемір батырларымен тұзақ құрып, нөкерлерді қарсы алады. Алдымен нөкерлерге садақпен оқ жаудырып, кейін шабуыл жасайды. Бар күштермен соғысып жатқан кезде бұлар ойламаған жерден басқа да нөкерлер осыларға шабуыл жасайды. Әйел жасағы мен Ақтемірдің батырлары нөкерлерден саны аз еді. Орхан қолына әлі де күш керектігін айтып, екеуі әңгімелесіп кетіп бара жатқан болатын. Артынан біреудің аңдып тұрғанын байқамай да қалады. Орхан мен Алайедин жаттығу барысында Орханның қолының әлі де күші жоқ екенін біліп, өте қамығып қалады Орхан. Уайымға түскен Орхан жалғыз өзі ойға батып басқа жолмен кетіп қалады. Әйел жасағы және Ақтемір батырларға көмекке келеді. Бенги бегім және Жерқұтай келіп, оларды құтқарып қалады. Түркімен балаларын ұрлауға ешқашан өлсе де жол бермес еді. Барлық балаларды тордан құтқарып алып, қоныстарына жеткізеді. Орхан уайымға батып, жалғыз өзі келе жатып, аңдып келе жатқан адам: Османның ұлы Орхан, саған теңгер ем жіберді, деп үн қатады. Ал сенің қолың әлі де саған бағынбайды, дейді бейтаныс адам. Осы кезде Найман Көкталай деген нөкерді басқа да нөкерлермен қосып Османның артынан жіберген болатын. Осман батырлармен орманда келе жатып, нөкерлердің құрған тұзағына түседі. Батырларды жан-жағынан қоршап, нөкерлер садақпен оқ жаудыра бастайды. Осман батырларымен аттарын айдап жіберіп, қоршаудың бір шетін ашып, осы сәтті пайдаланып, қалқандарымен өздерін қорғап қалады. Осы сәтті пайдаланып, Осман батырларымен садақ атып жатқан нөкерлерге садақ атып үлгереді. Бірақ қоршауда қалған батырлардың санынан нөкерлердің саны өте көп еді. Осы кезде Тұрғытбек батырларымен Османға көмекке келіп қалады. Орханды аңдып келе жатқан адам бет-пердесін ашып, Орхан оның Найман екенін біледі де қылышымен қарсы тұрады. Найман Орханға: бұл қолыңмен маған қарсы тұрмақ, қой да соя алмайсың. Сен бұндай халіңмен әкеңнің қалай үмітін ақтамақсың? Сен әлсізсің. Қолыңның күшін қайтаратын дәрі тұнба керек болса, менің шатырыма кел, деп Найман бетін жауып кетіп қалады. Османбек пен Тұрғытбек батырлары мен нөкерлердің барлығын өлтіріп, бастап келген Көкталай деген қолбасшыны қолына түсіреді. Осман Көкталайды ұрып соғып, кейін Көкталайдың басын алады. 120-шы серияны күтіңіздер, және де осы телесериал туралы пікірлеріңізді айта отырыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетулеріңізді сұранамын.